Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бүгін Clash.kz арнасы. Достар, сіздермен тағы да қайтадан Clash.kz арнасы. Мен бүгін видеоны бір баг туралы түсірейін деп жатырмын. Ол баг, түнгі қараңғы орман деп аталады. Мен, екінші аккаунтымда отырмын, себебі екінші аккаунтта мұнда, қоқыстар, мусорлар, осындайлар, көп қой. Сондықтан осы екінші аккаунтымда түсіріп жатырмын. ТХ3 фоллоушка, сцена бүкіл дамыған, тек қана мына сборщиктер қалды, улучшить ететін. Вайскаларда фул, задание. Так, он кристалл болды. Іске кірісетін болсақ, мұнда көріп тұрсыз, қап-қараңғы ағаш. Қап-қараңғы разница. Ал мынау аппақ. Енді ашық свет. Ал мынау болса қап-қараңғы. Достар, бұны қалай істеді десеңіздер, мен қазір үйретемін. Ол үшін оны қайтарып алу үшін үстіне баса саласыз, сосын аппақ болып қалады. Оны істеу үшін, Оны істеу үшін редактор планировки кіреміз. Редактировать планировку. Удалить все. Мынау қоқысты аламыз. Любой бір здание мына жерге қоямыз. Сосын удалить. Опа, істеген жоқ. Ол кейде істемейді өзі солай. Опа, істеді. Көріп тұрсыздар, қап-қараңғы. Келесі мусорға істейік. Опа, істенді ма? Білмеймін. Мынаны істедік, любой мусорға келе берді. Мысалы, мынаны істейік. Опа, қап-қараңғы болды. Айтпақшы, хэллоуинский котелге істейік. Ой, кешірім сұрайым. Хэллоуинский котелге істейік көрейік. Опа. Міне, хэллоуинский котел қап-қараңғы. Мұна тасқа істейік көрейік. Тас деген жоқ. Давай, істесей. Істеген жоқ. Бұл мен қинамай қойық. Сосын атменен басса, сосын өзі қап-қараң қоп тұрады. Бұл типа панты достарыңызға пак сияқты көрініп тұрады. Бірақ біреу сіздің еліңізге кірсе, жеріңізге, елін деппін ғой. Ол қаныңғы аппақ светті болады. Бұл тек қана сіздерге көрінеді. Сосын бұл мысалы атака жасағанда қайттан келсеңіздер бұл ғана аппақ болып қалады. Бұны қайтта қалай аппақ қылдырады десеңіздер, ашық светті үстен бассаңыздар болды. Хэллоуинский котелді де солай үстен бассаңыз болды. Бізде крепсканада не тұр? 2 маг, 1 не. Атака ашық кедік. 771 трофей бопты. Бұл 771 трофейға жинап. Засчитал, плюс 718, Ой, мен атакамын крупный ғой. Неше 29 ба кубық қапты. Опа, мынаны тәкістек ба. Ратушаны ғана алсайық. Так как біз кубыққа бара жатырмыз, кубық жинап. Мынада айтайын деген, мұнда лучница екінші уровень өте қиын болады кен, достар. Бірінші уровень, то есть. Ратушаны 1 сағат сындырады. Өте қайын, екінші уровень ұлышет нормально кішкен тездетіп болатыр. Ақшаны сұпырмай қойық, по-любому ақшамыз толып тұр. Дегенде. Лучница 5-ші уровенге үйрен қамыз бұларды. ТХ8-дерді, ТХ7-лердің шетте тұрған спокойно қойды. 10 кубок, 24 кубок қалды. Оған дейін бір кубок жинай берейік тағы да. Атақ жасамай қойын. Оружиялары көп екен. 24 кубоктан көп жерге атақ жасайық. Оғы десей. ТХ5.
3 23 кубок, 1 кубок болғанда. Мына қиын ойын, өте қиын. Сенасы мен ратушам сенасы қояды. 18 14 осындай еді көк шықпай қат. Ай. Давай. 14 так, неше? 14 әлі. 30 опа. Так жасайық. Так, атака шаймаш. Так, короче, атака жасалайық. Оларға қаратазайық. Опана деп былай кетіре салайық. Опана деп былай кетіре салайық. Қазір мына жерінен сындыр, короче, давай. Мына жақтан мынаған сындыра сал, короче. Главное шаймасы болды. Нормально, ратушаны сындырса да, әйтеуір сындырсақ 24 кубок. Егер полный составпен сындырып кетсе, 30 кубок көтсек өте керемет болар еді. Давай, гиганттар, мен сендерге сенемін, жігіттер, сенемін дейм. Давай. Опа, Мактар спокойно разбирать етіп отыр бұнда. О, красавчик жігіттер үмітімді ақтады. Керемет, респект. Короче, одан оружие қалған жоқ, е? Нормально. О, геймбокс. Последнее задание қалды. Жоқ, ай. Опа, 30 кубок, ничего. О, серебро. Бір гигант шығара салайық. 20. Пойдет, короче. Бұнда, короче, фармить етсадық. Опа, серебро. Бір задание бар еді ғой. Қандай еді? Кус победы. 450 кристалл береді екен ғой, я? Мен 250 депшім. Короче, 450 кристалл алып, 3-ші строитель сатып алу керек. Әрі кристалл құртпау керек. Достар, сіздерге айтатын, егер аккаунтты жаңадан ашсаңыздар, ешқашан бірінші кристаллды құртпаңыздар, оны жинаңыздар. Көбісі құртады, тез дамиым, анау деп, бірақ қателесесіздер. Сондықтан бірінші кристаллды құртпай строительге жинау керек, строение емес, уақыт барлығын емдейді дегендей өзі дамиды. Строитель болса болды. Енді менде шахталарды ғана олы жететін заттар қалды. Шахтаны олы жет болғаннан кейін тағы 4-ке көшемін. Сіздермен бүгін болған Clash.kz видео ұнаса лайк басыңыздар. Және достарыңызды каналға шақырыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бүгін болған Clash.kz арнасы. Сау саламат болыңыздар, достар.